Неліктен жалақы бірдей болса да, ереулер жылыма 100 000 жинай алады. Ал сенде бір тиын да қалмайды. Жалақын аз емес сияқты, бірақ ақша мүлдем жиналмайды. Ол сенің аз еңбектенгеніңнен бе, әлде табысыңның төмендігінен де? Жоқ. Жауап сенің миыңда жатыр. Бүгін мен сенімен мына кітап туралы егжей-тегжейлі сөйлесемін. Бұл кітап менің көңілімді жадыратып, ойымды 10 саққа жүгіртті. Ақша жинау психологиясы. Мен саған бір шындықты айтуға келдім. Сенің ақша жинай алмауың табысыңның аздығынан емес, немесе тәртіптің жоқтығынан емес. Бұл сенің миыңның КТ ақша бағдарламасымен басқарылуында. Авторы Эмма Эдвардс. Саған есеп жүргізуді үйретуге келген жоқ. Ол сенің миыңа ота жасауға келді. Ақшанды байқатпай таусату психологиялық кедергіні анықтауға көмектеседі. Маған сен бүгінгі мазмұнды тыңдағаннан кейін сенің ақшаға деген көзқарасың түбегейлі өзгереді. Жақсы, бірден бірінші маңызды ұғымға көшейік. Бұл кітаптағы менің танымымды өзгерткен негізгі ойлардың бірі психологиялық шоттар деп аталады. Сенің ақшаң миыңда әлдеқашан бөлініп қойған. Бұл нені білдіреді? Қысқаша айтқанда, сенің миың бірдей 100 теңгені байқатпай, түрлі санаттарға бөліп, әртүрлі белгілер қояды. Сосын оларға әртүрлі қарайды. Бұл сәл түсініксіз естілуі мүмкін. Кітаптан бір мысал келтірейін. Сенде де осылай ма? Байқап көр. Мысалы, сен қосымша жұмыс істеп, 3000 теңге сыйақы алдың. Сен оны қалай жұмсайсың? Көптеген адамдар былай ойлауы мүмкін. Ой, бұл күтпеген табыс қой. Өзімді қуантайын. Көптен бері көзім түсіп жүрген пальтоны сатып алайын. Немесе достарымды жақсы жерге қонаққа шақырайын. Бұл ақша сенің миыңда сыйлық шотына түседі. Немесе олжа шотына. Оны жұмсағанда еш өкінбейсің. Тіпті жұмсамасаң өзіңе қиянат жасағандай сезінесің. Бірақ дәл сол 3000 теңге. Егер сенің ай сайынғы тұрақты жалақың болса, сен әлде қайда ұқыпты болар едің. Әйтеуір ақысын төлеуді ойлайсың, күнделікті шығындарға сақтайсың. Бұл ақша сенің миыңда маңдай тер шотында, немесе өмір сүру шотында тұрады. Айқадың ба? Ақша деген ақша. Оның ешқандай белгісі жоқ. Бірақ сенің миының оған автоматты түрде мағына береді. Енді одан да қорқынышты жағдай. Үлкен жеңілдіктер кезінде сен ештеңе сатып алуды жоспарламадың. Бірақ 300-ден 50 теңге жеңілдік купонын көрдің. Сен сонда ол тиімді сатып алмасам 50 теңге жоғалтамын деп ойлайсың ба? Осы кезде сенің үнемдегің келген 50 теңген. Және артық жұмсайтын 250 теңгең. Мыңда мүлдем басқа шоттарда есептеледі. Жеңілдік шотындағы 50 теңгені үнемдеу үшін сен ойланбастан артық жұмсайсың. Сауда шотындағы 250 теңгені. Міне, бұл психологиялық шоттар тудыратын үлкен елес. Біз жиі кішкентай шоттағы ақшаны үнемдеу үшін үлкен шоттағы көбірек ақшаны ысырап етеміз. Кітапта тағы бір өте көп таралған мысал айтылады. Көптеген адамдарда ұсақ ақшаны ақша деп санамайтын психология бар. Мысалы, әмияныңдағы бір 100-дік банкнотты сен қадірлеуің мүмкін, бірақ егер ол 10 дана 10-дыққа айналса, оны жұмсау әлде қайда тез болады. Мобильді төлемдер дәуірі тіпті қорқынышты. Ақша сезілмейтін сандар тізбегіне айналды. Оны жұмсағанда ештеңе сезбейсің. Біз алмақ-ол ақшаға, электронды әмиянға, несие картасына бөліп төлеуге мүлдем басқа психологиялық ауырсыну шегін орнаттық. Несие картасымен төлеудегі ауырсыну сезімі әмияннан қолма-қол ақша шығарғаннан әлдеқайда төмен. Сондықтан байқаусызда көп жұмсап қоямыз. Ол психологиялық шотты зағынан қалай шығуға болады? Автор өте тиімді бір әдіс ұсынады. Ақшанды белгілерден арылт. 1 теңге, ол 1 теңге деген абсолютті ережені орнат. Нақты не істеу керек? Бірінші, қолма-қол ақшаны көзбен көру. Біраз уақыт қолма-қол ақшамен сауда жасап көр. Қағаз ақшаның қолдан шыққандағы шынайы сезімі мен ауырсынуын сезін. Екінші, шоттарды біріктіріп қарау. Тұрақты түрде. Мысалы, әр жексенбі кешке барлық шоттарыңдағы ақшаны. Мысалы, банк картасы, электронды төлемдер, әмиян, тіпті акциялар мен қорлардың құнын қосып есепте. Жалпы сомаға қара, өзіңе қайталап айтуың керек. Сыйақы ретіндегі 10 000 мен жалақыдағы 10 000-ның ешқандай айырмашылығы жоқ. Үнемделген 50 теңге. Жеңілдікпен артық жұмсалған 250 теңге. Бәрі де сенің жалпы активіңнің бөлшегі. Ақшаға жалпы актив тұрғысынан қарай бастағанда, көптеген импульсивті шығындар өздігінен тоқтайды. Көрдің бе? Ақша жинай алмаудың бірінші қадамы өзіңді үнемдеуге мәжбүрлеу емес. Алдымен миымыздың бізге қалай кедергі келтіретінін түсіні. Психологиялық шоттардың бұрмалануын шешкенде ғана біз негізгі кезеңге өтеміз.
Бірақ келесі психологиялық механизм. Болашаққа дайындалуымызға кедергі болатын ең үлкен кедергі. Саған бір сұрақ қояйын. Сен зейнет жасына ақша жинадың ба? Мен білемін, көптеген достар. Соның ішінде бұрынғы менде. Үнсіз қалады, немесе басын шайқайды. Неге? Өйткені зейнет жасы тым алыс. Сол 60 жастағы мен бейтаныс адам сияқты көрінемін. Мен неге бейтаныс адам үшін? Қазіргі өмірімді шектеуім керек. Мұның артында осы кітапта айтылған екінші негізгі мәселе жатыр. Біз болашақтағы өзімізбен эмоционалды байланыс орната алмаймыз. Нейроғылым зерттеулері көрсеткендей, біз болашақтағы өзіміз туралы ойлағанда, мидың белсенді аймақтары бейтаныс адам туралы ойлағанмен бірдей болады. Бұл өте таңқаларлық. Ол жинақтауды кейінге қалдырумен қазіргі рахатқа бөленудің физиологиялық негізі бар екенін білдіреді. Біздің миымыз табиғатынан қазіргі сияқыны жақсы көреді және болашақ мүдделерді құрбан етеді. Китапта автордың өзі және бір клиенттің оқиғасы айтылады. Ол клиенттің аты Марша, табысы жақсы, бірақ ақша жинай алмайды. Әрқашан келесі жолы дейді. Автор оған ақыл айтқан жоқ. Керісінше бір іс істетті. 5 жылдан кейінгі өзіне хат жазуды. Және өзінің бала кезіндегі суретіне қарауды сұрады. Марша іштей өзін сипаттады. 5 жылдан кейін қандай өмір сүргісі келетінін, қандай үйде тұратынын, қандай саяхаттарға шығатынын жазды. Өзінің бала кезіндегі пәк суретіне қарап, ол кенеттен жылап жіберді. Ол былай деді: мен сол бала кезімдегі болашақтан үлкен үміт күткен өзімді ренжіте алмаймын. Сондай-ақ 5 жылдан кейінгі жақсы өмір сүргісі келетін өзімді де алдай алмаймын. Эмоционалды байланыс дәл осы сәтте орнады. Сол күннен бастап Маршаның жинақтау жоспары ешқашан үзілген емес. Өйткені ол жай ғана сандар үшін ақша жинаған жоқ. Ол нақты бір қамқорлыққа лайық болашақ Марша үшін ақша жинады. Біз қарапайым адамдар не істей аламыз? Менде екі өте қарапайым әрі тиімді әдіс бар. Өзім тексерген нәтижелі. Бірінші, болашақ бейне әдісі. Өзіңе қатты ұнайтын ең жақсы күйдегі суретіңді тап. Немесе жасанды интеллект арқылы 40 жастағы, 50 жастағы сыпайы, сабырлы әрі ауқатты бейнеңді жаса. Оны телефон экранына қой, немесе төсегіңнің жанына іліп қой. Күнде қара, өзіңе айт: мен сол адам үшін еңбек етіп жатырмын. Екінші, автоматты оқшаулау. Бұл біздің жалқаулық табиғатымызды пайдалану. Жалақы түскендегі бірінші іс. Оны қалай жұмсауды ойлау емес. Автоматты аударым орнату. Мақсатты жинақ сомасын. Мысалы, 10%-ды тікелей өзің күнделікті қолданбайтын банк картасына аудар. Немесе ақша қорына сал. Бұл ақшаны жоғалды деп есепте. Аударым жасаудың ауыр сомын сезбегендіктен. Ол автоматты түрде орындалады. Сонда оған тиісу туралы ойда келмейді. Болашаққа ақша жинау төзімділікке емес, жүйелі дизайн мен эмоционалды байланысқа негізделеді. Мидың бұрмалануын реттеп, болашақтағы өзіммен одақ құрғаннан кейін бәрі оңай болып кетеме? Әлі емес. Өмірде әрқашан көптеген азғырулар мен күтпеген жағдайлар болады. Олар сені бұрынғы қалпыңа түсіруі мүмкін. Осы кезде саған соңғы әрі ең жұмсақ қорғаныс шебі керек. Соңғы маңызды кейін біз басқаша нәрсе туралы сөйлесеміз. Дәстүрлі ақша жинау туралы мақалалар саған өзіңді шектеуді, шыдауды, өзіне қатал болуды айтады. Бірақ бұл кітаптың көзқарасы мүлдем басқа. Автордың ойынша, түну қалауын үнемі басып тастау тек үлкен қарсылыққа әкеледі. Дәл диета ұстап, соңында шектен тыс тамақ жеп қойған сияқты. Нағыз сау қаржылық күй. Тақуалық емес, қаржылық мүмкіндік беру. Қаржылық кешіктіру деген не? Бұл төленуі тиіс шоттарды соңғы күнге дейін созу. Жасалуы тиіс жинақтау жоспарын кейінге қалдыра беру. Өйткені қаржылық мәселелерді ойлағанда мазасыздық пайда болады. Дәрменсіздік сезіледі. Қашқың келеді. Мұндай эмоционалды қара қырдым. Есеп білмегеннен де қорқынышты. Ал қаржылық мүмкіндік беру саған мынаны сезіндіреді. Жұмсаған әрбір тиының, жинаған әрбір теңгең сенің қалаған өмірің үшін берілген дауыс. Олар сенің өміріңді бақылау сезімін күшейтеді. Кітапта мені таңғалдырған бір стратегия бар. Оны қорын құру деп аталады. Я, дұрыс. Бұл сенің ақша жұмсауыңа арналған қор. Автор кеңес береді. Бюджет жасаған кезде тек өмір сүру шығындарын, міндетті төлемдер мен жинақтарды ғана жазба. Міндетті түрде арнайы бір шот аш. Оны қуаныш қоры немесе еркелік қоры деп ата. Ай сайын оған тіпті өте аз болса да ақша сал. Мысалы 200 теңге. Ол ақша.
Сенің еркін жұмсауың үшін арналған. Ешқандай кінә сезімінсіз. Әзіргі уақытта ең қалаған нәрсене жұмса. Бір кесе қымбат кофе, ойын кейіпкерінің киімі, немесе кенеттен шыққан қысқа саяхат. Неге? Өйткені бұл ақша жинау, тең азап деген түсінікті бұзады. Сенде осында еркін жұмсайтын қуаныш болғанда, сен керісінше сабырлы түрде ұзақ мерзімді жинақтау жоспарларын орындай аласың. Сен ақшаны басқарып отырсың. Ақша сені басқарып отырған жоқ. Тағы бір өмірлік мысалмен бөлісейін. Менің бір досым бар. Бұрын ол керексіз заттарды жинай беретін тұтынушы еді. Жеңілдік көрсе, қолданбайтын көп затты сатып алатын. Затқа толғанымен көңілі бос болатын. Кейін ол кітаптағы құндылыққа негізделген тұтыну әдісін қолданды. Әрбір сатып алу алдында, әсіресе үлкен шығындарда, өзіне екі сұрақ қояды. Бұл зат менің тәжірибемді арттыра ма? Әлде жай ғана заттарымның санын көбейте ме? Ол маған мәселені шешуге көмектесе ме? Әлде жаңа мәселелер тудыра ма? Мысалы, жинау қиындығы. Мысалы, ол бұрын көптеген арзан сәнді киімде сатып алатын. Қазір ол ақша жинап, сапалы, әрі классикалық бір киім сатып алады. Алдыңғысын бірнеше рет киген соң жалықсаң. Соңғысын әр киген сайын өзіңе сенімді боласың. Алдыңғысы шығын, соңғысы инвестиция. Оның шығыны азайды. Бірақ өмір сапасы мен бақыт сезімі айтарлықтай артты. Сондықтан, ақша жинаудың түпкі мақсаты сандарды көбейту емес, сенің тұлға ретінде күштірек болуың, еркін болуың және таңдау құқығына ие болуың. Психологиялық шоттар теориясымен ақшаның мәнін түсінгенде, болашақтағы өзіңмен байланыс орнатып, ақша жинаудың мағынасын тапқанда, және қаржылық мүмкіндік беру көзқарасымен, жоспарлау мен тұтыну процесінен ләззат алғанда, сен байқайсың, ақша жинау енді ауыр жұмыс емес. Ол сенің өз өміріңді басқарудағы негізгі дағдыларыңның бірі. Достар, бүгін біз талдаған нәрсе тек ақша жинау психологиясының үш негізгі түйіні ғана емес. Біз сонымен бірге ақшамен арадағы сол шиеленісті, мазасыздықты, тіпті ұят сезімі араласқан қарым-қатынасты реттеуге тырыстық. Біз ақша туралы айтуды ерсі көреміз. Бірақ дәл осы ақша біздің күнделікті өмірімізге, ата-анамыздың денсаулығына, балаларымыздың біліміне және армандарымызды іске асыруға қажетті қаражатқа тікелей қатысты. Ақша жинау, шынымен чек ақша жинау ма? Жоқ, біздің жинағанымызінде жұмыс істегеннен кейін жоқ деп айта алатын сенімділік. Ұнамайтын жұмыстан кез келген уақытта кете алу батылдығы, отбасына тұрақтылық сыйлау қабілеті және болашақтағы шексіз мүмкіндігі бар өзің үшін жинақталған азық пен оқ-дәрі. Эмма Эдвардс осы кітаптың соңында былай деп жазды: қаржылық саулық бұл соңғы аялдама емес. Бұл саяхаттың бір түрі. Ол сенің бірден қанша ақша жинағаныңда емес. Осы саяхатты бастамағаныңда және жол бойында өзіңді тану процесінен ләззат алуыңда. Сондықтан, бүгіннен бастап, өзіңді ақшаны тауысып қойғаның үшін кінәлама. Бұл сенің миыңның ескірген әдістермен сені қорғауға тырысуы болуы мүмкін. Әдісті өзгертейік. Өзіңе және ақшана ақылмен әрі жұмсақ қарайық. Сен ақшаны бақылай бастағанда, сен шынымен сезінесің, сен өз өміріңді бақылап отырсың. Егер бүгінгі мазмұн саған аздап болса да ой салса, маған лайк басып қолдау көрсет. Бұл жазбаны сақтап қой. Өйткені ол сенің қиналған сәттеріңде, күш-қуат қажет болғанда, кез келген уақытта қайта қарап шығуға тұрарлық. Сондай-ақ ақша жинай алмай жүрген досыңа жібер. Мүмкін, бұл сендердің жақсы қаржылық диалог бастауларына себеп болар. Есінде болсын, инвестиция жасауға ең лайықты нысан әрқашан сенің өзің. Ал болашақ үшін жинаған әрбір тиынының бұл өзіңе берген ең құнды сенім дауысың. Маған жазылыңыз. Мен сізбен бірге кітап оқып, кітаптағы білімді өмірге енгізуге көмектесетін досыңызбын.